Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Яғни, бүгін біздер денсаулыққа өте пайдалы бауырдан шұжық жасайтын боламыз. Маңызды емес, сиырдікі, қойдікі, жылқының бауыр болсын. Жарай береді. Бауырымызды өткізіп аламыз ет атқыштан. Әдемі шұжық жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өте пайдалы рецепттермен сіздермен бөлісіп отырады. Шұжығымызды өткізіп алдық. Яғни бізге қараңыздаршы, 4 жұмыртқа керек, чеснок керек. Көмекшілерім өткізіп берді маған чеснокты. Менің парақшамның экомамасы деп атап қойған себебі менің 2 егізім, ұл қызым бар. Олар эконың арқасында дүниеге келді. Аллаға шүкір. Қазір 2 балапаным өсіп келе жатыр. Егер де эко туралы сұрақтарыңыз болса, маған қоя отырыңыздар, жауап беріп отырамын. Яғни, қойдың құйрығын біздер кубиктап, 4 піштірлеп, әдемілеп, турап бауырымызға саламыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Бауыр деген өзі иммунитетті жақсы көтереді ғой. Үстіне 4 жұмыртқамызды саламыз. Көмекшімнің өткізіп берген сарымсақтарын саламыз. Сарымсақты молырақ салсаңыздар, біздің шұжығымыз дәмді болады. Бұрышымызды саламыз. Дәміне қарай әрине. Бұрышы да көп болса, өте дәмді болады. Тек дәмсіз болып кетпесін. Тұзымызды тек аз ғана саламыз, себебі ащы болып кетпеу керек. Ащы болып кетсе, ол денсаулыққа зиян, білесіздер. 1 қасық, кішкентай қасықпен 1 қасық тұз саласыздар. Қызыл бұрыш дәміне қарай мен ұнатамын. Кішкене ашылау болғаны, яғни бұрышы көп болғаны, сарымсақтың көп болғаны өзіме қатты ұнайды. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Енді иісі деген мұрын жарады. Тәп-тәп дәмді болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Соңына дейін қарасаңыздар. Керемет шұжық жасап шығарамыз. Ұнды да саламыз. Ұнды бізге осындай кішкене ғана кесемен салсақ болып қалады. Қою керек. Шұжығымызды салып беретін, яғни бізге жаңадан басталмаған рублевый пакеттер керек болады, салафандар. Бөліп қоямыз. Менде примерно 5-6 шығарам или 4 шығарам деген оймен сондай рублевый салафанды мен дайындап қойдым. Қайшы керек болады, пищевая пленка керек болады. Яғни көп салмаңыздар. Ішінде тек 3 қасық, 4 қасық салсаңыз жарап қалады. Себебі қайнап піскенде бауыр 2 еселен өсетін болады. Қараңыздар. Неше 4-ші қасықты салып жатырмын. Яғни біздер соғып, жайлап, жіңішкелеп, шұжықтың формасын келтіріп аламыз. Тығыншықтап, қараңыздар, қандай әдемі болып шығып жатыр. Сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Пищевая пленканың ішіне салуымыз керек. Ол міндетті түрде, себебі қайнап жатырғанда салафан ашылып кетеді. Ашылып кетпес үшін 2 жағын әдемілеп бүріп, пищевая пленкаға ораймыз. Пищевая пленкаға орап аламыз. Жан жағын дұрыстап әдемілеп түйеміз. 2 еселен өсетін болады. Ұмытпаңыздар, 3-4 қасық жарап қалады. Үлкен қылып жасайын десеңіздер, онда, пожалуйста, 6 қасық салуға болады. 7 қасық салуға болады, бірақ одан көп болмайды, себебі үлкен болып кетсе, әдемі болмайды. Осылай 2 жағын шеттерін бүріп, әдемілеп қысып қоямыз, ашылып кетпес үшін. Менде 5 шұжық шықты. Енді қайнап тұрған суға барлығын түгел 5 шұжықтың барлығын салып жібереміз. Жіберіп, қайнатып, 1 сағат, сағат жарым қайнатып аласыздар.
ауыр, себебі тез піседі. Ал ішінде ұмытпаңыздар, бізде құйрық май бар. Құйрық майы да дұрыстап жақсылап пісуі керек. Сол себептен сағат жарым ұстасаңыз дұрыс болады. Менің каналыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Ұнаса лайк басып отырыңыздар, міндетті түрде подпискалар жасап подписать етіңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Әдемі шұжық